Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма? Так, бізде Жанна есімді кісінің ұлының психометриясын есептейік. Так, 3, 1, 1, 2, қосылған 6, 4, 5, 7, 13. Бірге 3-ті қосамыз, 4. Үшінші біздің жасайтын амалымыз 13-тен минус 3-ті бірінші көбейту амалы орындалады, 6 болады. 13-тен 6-ны алатын болсақ 7. 4 бізде 7-нің өзі түседі. 5-те бізде 2000. 6-дан минус 31-ді аламыз, минус 1-ді аламыз, минус 13-ді аламыз, минус 4-ді аламыз, минус 7-ні аламыз, минус 7-ні аламыз, е? Так. 2006 минус 31 минус 1 минус 13 минус 4 минус 7 минус 7. Так, 1943 шықты. Ал енді біз Пифагор психометриясын сызамыз. Міне сыздық. Так. Енді бірліктерді іздеп шығамыз. 1, 2, 3. Так. Мұнда қарамайық, мұнда жасасақ та болады. Так. Бізде 1, 2, 3. Жақшаның ішінде 4 бар, я, значит, бас шығатын характер, харизма бар деп айталамыз бұл кісіде. Иншаллах. Так, 2-ден 1, 2 бар. 3-тен 1, 2. Үшінші жақшаның ішінде. 4-тен 1, 4 бар, және екінші 4 жақшаның ішінде. Так, 5-тен бізде жоқ. 6-дан бізде 1, 6 бар. Ақшаның потоғы всегда ашық бұл кісіге. Так, 7-ден 1, 2. Өте жолы боғыш кісі. Кез келген қиын ситуациядан оңай шығып кете алады, я? Бұл кісінің жасаған қателігін тез адамдар ұмытып кетеді деп айтсақ та болады. 8 жоқ. Болашақта енді семьяға деген жауапкершілік кішкене төмен болуы мүмкін, измена жасауы мүмкін деген сияқты. Енді кішкентай ғой, әлі ол жағына толық тоқталмасақ та болады деп ойлаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Дұрыс. Так, енді бұл кісіде психометрияда негізі 3 бірлік көрсетіліп тұр. Так, мінезі жұмсақ та қатал да емес, бірақ болашақта бас шығады, характер, харизма шығады бұл кісіде. Человек риск болашақта, я? Сыннан емес, мақтаудан тез өседі. Сондықтан всегда сіз мақтап, мадақтап отырсаңыз, сіздің балаңыз болашақта алары белесі өте жоғары, болашақта сондай бір басшы болатын, сондай жолы болғыш кісі да, бұл энергия кішкене аздау, әсіресе физикалық тұрғыда тез шаршап қалуы мүмкін. Қара жұмыстың адам емес, көбінесе ойланып істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады, интересі өте мықты, бір уақытта бірнеше саланы алып жүруге мүмкіндігі бар. Бұл кісіге таза ауада көп серуендеу керек, кішкене спортпен айналысу керек, я, энергия көбейту керек. Өте мықты, жан-жақты бұл кісі. Әділетті, шынайы деп айталам. Туабітті денсаулық өте жақсы бұл кісіде. Логикалық тұрғыда енді кішкене төмендеу, көп армандағанды өте қатты жақсы көреді деп айталамын. Сол арманын енді жүзеге асыруға сіз жаңағыдай мақтап, мадақтап отырсаңыз, көп мақсаттарын шын мәнінде осы дүниеге алып келіп, сол бойынша жұмыс жасап, болашақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сондай бір үлкен лауазымды кісі болатынына сенемін, иншаллах. Ақшаның потогы ашық, еңбекқорлық бар бұл кісіде. Планета Раху болғандықтан көп жағдайда нерешительность болуы мүмкін. Көп жағдайда жан-жағының кеңесіне көп жүгініп қалуы мүмкін. Наоборот, бұл кісіге өзі шешім қабылдап үйрену керек. Сондай болашақта жаңағыдай жағдайы жоқ кісілерге сондай қамқор болатын кісі да. Кейбір уақыттарда мінезі жұмсақтау болып кетеді бұл кісінің. Кейбір уақытта жаңағыдай айталамын, айтқаннан қайтпай болады ғой, бір шыншыл, тік мінезді болып кетеді, мінезі құбылмалы болып тұрады.
Так, семьяға деген болашақта жауапкершілік кішкене төмен болуы мүмкін, бірақ енді ол әрине ата-ананың қалай бақыттап, қалай тәрбиелегеніне байланысты. 9 бір ғана 9-дық, ол айттым, бізде екінші жылғыларда 9-дық, 8-дік деген жоқ, көп жағдайда кездесе бермейді. Ол жауапкершіліктің жоқтығы немесе памяттің нашарлығы дегенді білдірмейді. Екінші жылғы балалар, олар гиперактивный ұрпақ. Z ұрпағы, олардың қолдарына өте көп дүние келеді. Памятта өте жақсы деп айталам. Болашақта бірақ память нашарлауы мүмкін, иә? Алдағы күндеріне тек сәттілік тілеймін.